Ағымдағы жылы өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші сессиясында қоғам өміріне елеулі өзгерістер енгізуді көздейтін батылдықтың бастамалары айтылды. Ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі күн тәртібімен шақырылған жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев конституциялық реформалар жобасы бойынша елде референдум өткізуді ұсынды. Осы орайда бастаманың маңызы мен міндеті турасында Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Дария Қожамжаровадан сұрап пікірін білдік. Жуық арада Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші кезектен тыс сессиясына барып, жұмысына араласып қайттық. Онда өте үлкен саяси маңызы бар деп айтуымызға болады. Президент өз сөзінде атап өтті, осы бір айдың көлемінде халықтың ішінде референдум жариялайтындығы туралы сол жерде шешім қабылданып, ол туралы қазір кең қолдау тауып, былайша айтқанда жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы Конституциядағы өзгерістер дегеніміз не? Осы сұрақтан бастағым келіп отыр. Біз өзіміз білеміз, 1995 жылы еліміздің ата заңы қабылданып, сол уақытқа сәйкес бізде енді дүние жүзіндегі үлкенді кішілі 236 мемлекет болса, сол мемлекеттің ішінде біздің егеменді Қазақстанымыз ол тұрақты мемлекетке айналу қажеттілігі туды. Жалпы Конституцияны көп сұрақтар беріледі. Конституцияны өзгертуге бола ма, ата заңға осындай өзгерістер жасауға бола ма деген қазір халықтың ортасында да осындай сұрақтар белең алып жатқаны жасырын емес. Бірақ өмірдің даму заңына сәйкес, жалпы динамизмге сәйкес Конституцияның өзінің динамизмі болады. Ол да тура осындай өтпелі шақтарда қажет ететін уақыттың сондай бір белгілі кезеңдер болады. Сондықтан да біріншіден Конституцияның расында да осыған дейінгі ата заңымыз өзінің керекті уақытысында барлық мүмкіншілігін, ол кезеңде бізге мықты президенттік республика қажет болды. Біз нарықтан жаңа құбылысқа өтіп, бұрынғы социалистік қоғамды жаңағы жойып, былайша айтқан уақытта жаңа нарықтық қоғамға көшу кезеңінде ол бізге қажет болды. Сондықтан да Конституцияға 3 рет өзгерістер енгізіліп, расында да ол Конституция қазіргі күн тәртібіне жарамсыз деп айтуымызға да болады. Қазір беріліп жатқан нәрсе 3-тен 1 Конституцияның өзгеруге қазір жариялап отыр халыққа. Үлкен жаңағы жұмысшы тобы құрылды. Ол жерде мықты ғалымдар болды, заңгерлер болды. Осындағы басты мақсат қазіргі жаңадан, жаңа Қазақстан деп айтып отырмыз ғой. Яғни тәуелсіз Қазақстаннан, былайша айтқан кезеңде әділетті Қазақстан құру үшін қазіргі кезеңде бізге осындай уақыттың талабы өзгертіп отырған президенттік немесе суперпрезиденттік бастамадан өзге бөлек жаңа ол президентіміз ол туралы өзінің халыққа жолдаған жолдауында да атап өтті ғой. Саяси өзгерістерді бастайтын кезең болып отыр. Ассамблеяның сессиясына қатысқан халық қалаулысы реформа өткізу бастамасын бір ауыздан қолдау керегін айтады. Халық арасында насихат жоғары деңгейде жүргенде ғана референдум өз мақсатына жетіп қоғамда үлкен өзгерістер орын алады дейді. Бұны біз қолдауға тиістіміз. Біріншіден бұны халықтың ортасына дұрыс жеткізуге тиістіміз. Яғни қазір саяси өзгерістерге басым бағыт беретін кезең болып отыр. Демократияланудың жаңа кезеңі басталып отыр. Ал демократияланудың жаңа кезеңі тек қана сөз жүзінде емес, шынайы бастам, шынайы халықтың үнін еститін мемлекет құру үшін біз бірінші осы сайлаушыларменен, одан кейін барып заңның аясында жұмыс істейтін, мысалға жаңадан осындай дамыған мемлекетті жасау үшін бізге бұл қазір күн тәртібіндегі қажетті мәселенің бірі болып отыр. Бұдан өзгеретін не бар? Біз не ұтамыз, не аламыз Қазақстан? Яғни сайлау жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Сайлау таза, ашық түрде жүруге тиісті. Себебі сайлауға халықтың барлық тобының мүмкіндігі болуға тиісті. Ол біріншіден. Екіншіден, енді заң шығарушы орган мәжілісті айтамыз. Мәжілісте қазір сайлаушылардан келіп отыр, заңдар шығарылып отыр, бірақ қазіргі таңдағы күн тәртібіне сәйкес, мысалға да, осыған дейін тіпті президенттің құзырында жаңағы 15 өкілеттілікті кандидатурасын өзі бекіту керек болатын. Қазір одан да президент бас тартып отыр. Оған тек қана АНК арқылы осы
осы ассамблея арқылы қателеспесем 7 өкіл қалып отыр да, қалғаның бәрі мажоритарлық жаңағы сайлау жүйесіне көшіп отыр. Яғни халықтың ішінде шынайы сайлау қағидаттарын заңменен бекітіп, мінекей қазіргі айтып отырған жаңа Қазақстанның үлгісін жасау саясаты. Яғни бұл саяси өзгерістердің үдере басталғандығы, саяси жаңалықтардың шынайы өмірге қажеттілігі барлығының түбінде тұрған біздің әлеуметімізді көтеру мәселесі, халықтың жаңағы жеке басына шаққандағы өзінің жаңағы тұрмысын жөндеу мәселесі, еліміздің даму мәселесі. Яғни осының барлығы сайып келген кезеңде ата заңда бекітілместен оның барлығы бос әурешілік болып қалуы мүмкін. Оның бәрі іске аспай қалып қалуы мүмкін. Бұл таза механизм деп айтуымызға болады. Сондықтан да енді тарихтан да белгілі, мысалы қай мемлекетті алмасын, біраз мемлекеттерде батыстың мемлекетін алатын болсақ та осындай өзгерістер болып тұрады. Бұл тағы да қайталап айтқым келеді, бұл өзі конституцияның даму жаңағы динамизмі деп аталынады, ғылыми түрде жобалап айтатын болсақ. Сондықтан да мен енді осыған сәйкес республикалық жаңағы құрылып жатыр, сарапшылардың эксперттік тобы, осы топтың ішінде мүше болып қабылдандым. Біздің әрі қарата жұмысымыз енді басталады деп ойланып жатырмын. Сондықтан да біз ойлаймыз, бұл біріншіден нақты шешім, таза қадам, және Аманат партиясының алдына қойған мақсаты да осы. Қазіргі кезеңде сайлау алды біздің бағдарламамызда да көрсетіліп отырған мәселелер осы. Яғни депутаттар енді тізім емес, басқа емес, өздері. Мысалға бір топ жариялап, оның ішіндегі мақсаттарын айқын белгілеп, өзінің ортасынан сайлау мүмкіндігін алып отыр. Мысалға, халықтың сайлауға деген ынтасы қазір күрт өзгеруге тиісті. Түсініңіз бе? Сондықтан да біз бұны күтіп отырмыз, болжам жасап отырмыз. Мен ойлаймын, бұл сәтті өтетін жағдайлардың ең бастамасы деп.